Сәлем баршаға, сіздермен Арайдың асханасы үй жағдайында дәл осындай хрустящий, қытырлақ қатпарлы болып шығатын самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін жылы суымызға 1 шай қасық тұз салып, ұнымызды аз-аз мөлшерден сала отырып, кішкене қаттылау қамыр илейсіздер, қыздар. Мінекей қамыры ешқандай артық қоспасы жоқ, тек тұз және де судан тұрады. Бетін жауып 1 сағатқа қалдырамыз. Енді начинкасын жасаймыз, оны өз қалауларыңызбен салсаңыздар болады. Менде бұл жерде фарш, пияз және де картоп, тұз, зира, қара бұрыш қоссаңыздар да дәмді болып шығады. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. 2-ге бөліп алдым. Ұнымызды себе отырып, қамырымызды жұқа қылып жаясыздар, қыздар. Мінекей біздің бірінші құпиямыз осы. Қолымызбен қамырымыз барынша созылғанша осылай жаясыздар. Ал арасына осындай топленое маслоны қосамын. Ана бала деп аталады. Өте дәмді, қыздар. Хрустящий, прям күшті болып шығады. Базардан көріп жатсаңыздар, міндетті түрде алуға кеңес беремін. Майымызды да жағып алғаннан кейін дәл видеодағыдай тағы да созасыздар. Қамырларымыз барынша созылғанша соза бересіздер, қыздар. Жыртылып кетпесін. Жыртылып кетсе де ешнәрсе қылмайды негізі. Барынша созғаннан кейін оқтауымызға орап алып, дәл осылай ортасынан кесіп шығамыз. Және де видеодағыдай бір-бірінің үстіне қойып, осылай орап шығасыздар. Пакетімізге салып, холодильникке кемінде, қыздар, 1-2 сағатқа қалдырыңыздарына майлары қатып шығу керек. Немесе морозильникке де қатырып алсаңыздар болады. 1 күн қойсаңыздар, вообще май сіңіп күшті болады ғой. Мінекей тағы да, қыздар, тағы бір құпиясы, ортасынан қатты баспаймыз, тек жан жағын осылай барынша жұқалау қылып жаясыздар. Салмамызды салып, дәл конверт сияқты орап шығамыз. Мінекей көрдіңіздер ме, дәл осылай болады. Енді бетіне жұмыртқаның сарысы мен сүт араластырып жағамыз. Бетіне күнжіт немесе макс сепсеңіздер де болады. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 35-40 минуттай беті қызарып шыққанша пісіріп аламыз. Өте дәмді, қатпарлық болып шығады. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыз.